керемет формада болу және әдемі келбетке ие болу үшін салауатты өмір салтын ұстану керек. Бұл физикалық белсенділікті де, дұрыс тамақтануды да қамтиды. Сіздермен бірге қартаюдың алдын ала алатын өнімдер туралы айтқым келіп отыр. Ең бірінші бұл өзімізге белгілі сәбіз. Сәбіздің құрамында А дәрумені бар. Ол коллаген синтезін күшейтеді. Тері, шаш, тырнақ және тістердің күйін жақсартады. Миндаль күшті табиғи антиоксидант болып табылатын Е витаминіне бай өсімдік майлары. Флавоноидтер, полиқанықпаған май қышқылдары бар. Келесі шпинат. Шпинат терісінің серпімділігіне жауап беретін коллагеннің түзілуіне ықпал етеді. Келесі майлы балық сорттары. Омега-3 май қышқылдарына бай. Бұл ағзаның қабынуына қарсы қасиеттері бар және терінің, шаш пен тырнақтың күйін жақсартады. Көңіл күйді көтереді, есте сақтау қабілетіне оң әсер етеді және әжімдердің пайда болуына жол бермейді. Бұршақ дақылдары. Осы тұқымдас өкілдерін үнемі тұтыну организмде гиалурон қышқылының түзілуіне ықпал етеді. Бұл заттың арқасында тері тегіс және серпімді болады. Сонымен келесі зәйтүн майы А, Е, Б, С, Д, К дәрумендері осы өнімнің құрамындағы құнды заттардың тізімі. Ол жасартатын әсерге ие, сүйек пен бұлшық етті нығайтады. Жүрек, тамыр ауруларының тамаша профилактикасы болып табылады. Келесі бізде авокадо. Құрамындағы өсімдік майлары адамға пайдалы. Олар әжімдерді тегістеуге, терінің жылтырлығын және серпімділігін қалпына келтіруге көмектеседі. Бета-каротин жасуша регенерациясына ықпал етеді. Ал сіздердің қартаюға қарсы сүйікті өнімдеріңіз қандай? Назарларыңызға рахмет.